Қайырлы достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге WhatsApp'та өшірілген сообщение қалай оқуды көрсетемін. Яғни сіздің телефоныңыз егер Android болса, соған жіберген сообщениені қалай оқуды көрсетемін. Осы мысалы жіберейік бір сообщениені, міне. Жібердік. Мына жақты қарасаңыз, міне сообщение келді. Бірақ сізге хат жіберген адам бұл хабарламаны өшіріп тастаса, не, у всех деп. Енді қазір ашып қарасаңыз, хабарлама өшіп тұр. Енді осыны қалай оқимыз? Ол үшін настройкаға кіреміз де, жоғары жағына журнал уведомлений деп жазамыз поискада. Кіреміз. Сол мына жерде міне журнал уведомлений деген тұрады. Ол әдетте өшіп тұрады. Осыны қосамыз. Бітті, енді келген сообщение оқуға болады. Мысал, тағы жазып көрсетейін. Бір хабарлама келді. Міне, қазір өшіп тастаймын мынадан. Удалить у всех дейсіз. Енді қарасаңыз, жаңағы хабарламамыз өшіп қалды. Енді жаңағы журнал уведомление кіреміз. Тағы да іздеу жасайық. Журнал. Қараңыздар міне. Міне, жаңағы соңғы өшірілген сообщение мына жерде көріп тұр. Егер адам өшіп тастаған болса, осы жерден келіп оқи қоясыз. Осы сияқты Телеграмда да осы журнал уведомлениені қосып қойсаңыз, өшірілген хабарламаны дәл осы жерден көре аласыз. Бірақ сізде телефон Android болу керек. iPhone'да бұндай функция әзірге жоқ.